Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге 7-8 сабақ тарихи тұлғалар тағылымы тақырыбын басынан соңына дейін жаттауларды орындаймыз. Соңына дейін тыңдаңыздар. Мұнда сіздер суреттегі тұлғалар туралы өмірбаянынан деректерді жазуларыңыз керек. Бірінші суретте ол Абай Құнанбайұлы, екіншісінде Құрманғазы Сақырбайұлы және Бауыржан Момышұлы. Бұл оның жалғасы. Яғни сіздер осы ақпараттарды қарай отырып қысқартып жазсаңыздар болады. Бұны әрине түгел жазу міндетті емес. 5-ші тапсырмада мәтінді оқисыздар. Одан кейін жалпы ойыңызды айтасыз. Мысалы, әркім өзінің атасы туралы айтады. Мысалы, бұлай айтуға да болады. Қазір атам жоқ, бірақ артында баласы қалса, көзі қалады де, сөзі қалса, өзі қалады де дегенде атамның өзі де, сөзі де арамызда. Сондықтан болар әкеміздің бар кезіндегідей үйімізден кісі үзілмейді деген сияқты айтуға болады. 6-шы тапсырмада тарихи тұлғалар туралы көрген кинофильм, драмалық қойылым немесе әдеби шығармадан әсеріңді баяндап жазасың. Ол театрдан Абай көрінісінен әсер алған, қандай фильм көрді, соған байланысты айтады. 7-ші тапсырмада тарихи тұлғамен кездесудің жайлы қиялыңда ой елегінен өткізе отырып кестені толтырасыздар. 8-ші тапсырмада мына мәтіннен көнерген сөздер табасыздар. Олар болыс, би, қоңыршалар, тарихи сөздер, болыс, би, архаизмдер, жай ғана қоңыршалар. Яғни көнерген сөздің ішінен екіге бөліп жазу керексіздер. Сіздерге тақырыпты қысқада нұсқа түсіндіруге тырыстым. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.